не себептен ауырып жатыр? Және Гүлнеш Шерхан. Ауырып жатыр. Бүгін бізде ақпан айының дәйексіздік еске түсейік. Жасампаздық пен жаңашылдық айы болды. Кәдімгі осы жөнінде кішкене бір-екі ауыз сөз айтып берейікші. Дегеніміз бұрын болған затты жаңарту болады. Ал жаңашылдық деген бұрын болмаған затты жасау. Бір-бірімізге алғыс айтып кетуімізге алғыс жарайды. Келесі, достарымызға алғыс. Сыныптастарымызға алғыс. Жарайсыңдар. Келесіде де алғысымды қабыл алыңыздар. Жарайды. Мен қалай бізге колесо тоқтайды, өзі топқа сендерді бөледі, сол бойынша бірінші, екінші, үшінші топ бойынша отыра барамыз. Заттарымызға алайық. Бүгінгі тақырыбымызды жазып алайық. Бүгінгі күн 28 ақпан 25 жыл. Сынып жұмысы. Тақырыбымыз қысқаша көбейту формулаларының көмегімен өрнектерді түрлендіру. Және де біздің сабағымыздың мақсаты ол қысқаша көбейту формулалар арқылы алгебралы өрнектерді тепе-тең түрлендірулерді орындау болады. Ұлттық құндылығымыздың бірі, ұлттық аспазымыз. Демек, осы домбыраны сіздерге қазір әрқайсыңызға жеке-жеке беремін, таратып беремін. Осы жерге артына әрқайсыңыздың өздеріңіздің аттарыңызды жазасыздар. Және де орындаған тапсырмаларыңызға қарай мынау текшені жылжытып отырасыздар. Жоғары қарай әр орындалған тапсырма үшін өздеріңізге 1 балдан беру арқылы осы 10 балдық жүйеменен сабақтың соңында алған балдарыңызбен бағалайтын боламын. Түсінікті ғой? Бір-бірімізге не? Көмек көрсету, сол үшін ұжыммен жұмыс істеп, бір-бірімізге кішкене түсінбеген жақтарды түсіндіру мақсатында. Үй жұмысымызды тексеру үшін мен сіздерге қазір программаны қосамын. Сол білетінімізді тексеріп алайық. Кәдімгі экранға қараймыз. Бізде қазір осы жерде 10 есеп берілген, 10 формула. Соларды біз дұрыс астындағы төмендегі берілген ұяшықтармен сәйкестендіру арқылы барлық формула осы жерде қайталап кетеміз. Орындайтындарыңыз бар ма? Жылдан келіп, бізге осыны формулаларды сәйкестендіріп кетсек. Кәдімгі келіп отырмыз. Асықтың үстінде орналастырған, және мына жақта екінші жартысы оюда жазылған. Демек, сіздердің бүгінгі тапсырмаларыңыз екеуінің тепе-теңдігін тауып, есепті шығару арқылы оюменен асықты сәйкестендіру. Дұрыс. Тамаша. Данэлия екеуің, Ибрагим екеуің. Тапсырманы айтқаны бірінші қатарында есеп беріледі, екінші қатарында оның жауабы беріледі. Демек, сендер
әр есептің өзінің жауабын таба отырып, тұсындағы тұрған әріпті және болса төбесіне жазып, қандай да бір сөз шығарып бересіздер. Сол сөзді маған айтып кетесіздер. Мен күн суға көмектесем, сен ажар. Ажармен мен күн суға берсем. Жарайсыңдар. Үшінші топ. Аяқтамадыңдар ма? Қазір кішкене күн суға екінші есеп. Енді қарау, мына бізде жақшасыз берілген, жақшамен ақсыз берілген. Демек, біріншінің квадрат тұрса, ол квадрат. Біріншінің екі еселенген бірінші мен екінші өрнегі көбейтіндісі және оған квадрат. Дұрыс. Мынау қандай болуы? Квадраттардың айырымы. Дұрыс. Демек 16 деген қай санның квадраты? 4-дің квадраты. Демек біз оларды қандай көбейткіштерге жетейміз? Осы өрнектердің айырымымен қосылуларының көбейтіңіз. Кім қателескен болса, туралап жібереміз. Негізі ежелгі грек математик екен. Шамамен 200 және 284 жылдары өмір сүрген адам екен. Алгебраның дамуына зор үлес қосқан ғалым. Оны алгебраның атасы деп те атайды. Өрнектерді геометриялық есептеу тәсілдерінен алгебралық теңдеулерге аударған алғашқы ғалым математик екен. Алғашқы біздің қазіргі шаруақын есептеріміздің бәрі геометриялық тұжырымдармен өрнектелген екен. Ол өте қиын болғандықтан осы алғашқы ғалым математик болып, осындай алгебралық формулаларға әкеліп, теңдеулерге әкеліп бізге енгізген математик осы кісі болады екен. Танысы. 17-ші есеп кезекпенен келе жатқан. Осыдан бірінші және үшінші есепті жазамыз дәптерге және де тақтаға. 35-17. Кім шығатындарыңыз бар ма? Орындайтын боламыз. Қарап баламыз, кім қандай есепті өзіне жаңағы А деңгейі, Б деңгейі, С деңгейі. А деңгейі оңай есептер, Б деңгейі орташа, үшінші С деңгейі күрделі есептер берілген. азайтылған 27, 79 қосылған 51, 79 азайтылған 51. Өзінің есебінде С деген есебін бірінші болып шығарып қойған бізде навизат. Қандай формула қолданып жақшаларды? Қайтып түрлендірдің бе есепті? Айырыммен кубтар. Бірінші жақшалар. Бірінші өрнектен екінші өрнекті азайтамыз. Одан кейін бірінші өрнектің квадраты қосылған бірінші мен екінші өрнектің көбейтіндісі қосылған екінші өрнектің квадраты. Содан соң екі жақсаны көбейтеміз. Шыққан мәндерін бір-біріне көбейту арқылы есептерді формуланы қолдану арқылы біз есепті өзімізге не істедік? Тиімді және жеңілдетіп шығардық. Кімге? Балнұрдың қандай формула қолдандық? Айырымдардың квадрат тақтаға қарап және біз не істедік? Екеуінің
екі өрнектің қосындысын көбейттік екеуінің айырымы. Және де бірінші жақшада не шықты? 10 көзге 36 36 деген тұра қояш. Тақтанышты боласында математикалық экранға қарап деңгейлік тапсырмадан кейін бәріміз телефондарымызды айтайық. Бізде мына экрандағы тұрған QR-менен бәріміз сканерлейік. QR-ды сканерлеп, сіздерде 5 тапсырма шығады. Осы 5 тапсырмаға жылдан жауап берейік. Реклама шығып кетсе, пропустите QR-ны басамыз. Жақында бұл сканер кім тағы да кім? Інжу, Наркес, Ибрахим, қимылдаймыз. Дұрыс Ажар. Ажардың бесеуі дұрыс. Жауабы дұрыс еді. Беді мүлдем ештеңе дегендер С нүктесін басып кетеміз экранға.